Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз 90-дық жиынтық бағалау 4-ші сынып математика пәнінен 3-ші 90-ның жауаптарын сіздерге айтатын боламын. Видеоны соңына шейін көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, немесе басқа пәннен де қиындық туындыратын сұрақтар болса, описаниеге мен WhatsApp номерімді қалдыратын боламын, маған жазсаңыздар болады. Менің каналымда математикаден есептердің жауаптары және де басқа да сабақтардан жауаптар бар. Басқа да пәндердің 90-дық жиынтық бағалау, БЖБ, ЖБ барлығы бар. Басқа пәндерден де. Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіңіздер. 3-ші 90 бойынша 90-дық жиынтық бағалау, ұзақтығы 40 минут. Бірінші тапсырма. Бөлшектерді салыстыр. 12-де 7 және 12-де 5. Артық 12-де 7. 9-да 4, 6-да 4. Артығы 6-да 4. Келесі. 14-де 8 қосу 14-де 3. Тең болады 14-де 11. Келесі. 24-де 21 азайтылған 24-тен 6. Тең болады 24-тен 15. Келесі тапсырма. Берілген шамалардың 1%-ын тап. 300 сантиметр тең болады 300 сантиметр болады. 17.000 теңге тең болады 170 теңге. Келесі. 4-ші есеп. Есептерді шығар. Бұл сөз есеп балалар. Дүкенге 156 килограмм балық әкелінді. Оның 3-тен 1 бөлігін сазан балықтар құрайды. Дүкенге неше килограмм сазан балық әкелінді? Бірінші балалар мұқият шартын жазып аласыздар. Барлығы 156 килограмм сазан, сұрақ белгісі, оның 3-тен 1 бөлігі. Енді балалар, шешуіне көшеміз. Шешуі 156 бөлу 3 тең болады 52. Жауабы 52 килограмм сазан. Осылай жазасыздар. Толық өлшем бірліктерін ұмытпай, толық жазып алыңыздар. Келесі 5-ші есеп. Кестені пайдаланып есепті шығар. Екі баспахана бірдей өнімділікпен жұмыс жасай отырып, барлығы 8640 кітап басып шығарды. Егер бірінші баспахана 7 күн, ал екінші 5 күн жұмыс істесе, онда әр баспахана неше кітап басып шығарған? Кесте беріліп тұр міне сіздерге. Осы кесте бойынша шығаратын боласыздар. Бірінші шешуі дейсіздер. 7 қосылған 5 тең болады 12 күн. Барлық уақытты шығарып алатын боламыз. 8640-ты бөлесіздер барлық уақытқа. 720 кітап бір күнде. 720-ны көбейтесіздер 7 күнге тең болады 5040 кітап бір баспаханада. Екінші 720-ны көбейтесіздер 5 күнге тең болады 3600 кітап. Екінші баспаханада. Міне балалар, осымен тапсырмалар аяқталды. Бал қою кестесінен жауаптарын тағы да бір қарап шықсаңыздар болады. Барлығы 18 бал берілген. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де описаниеге WhatsApp номерімді қалдыратын боламын. Маған жазып, көмек сұрауларыңызға болады. Сау болыңыздар.